Міне біздің түп нұсқамыз. Арқасын салу үшін бізге мынаны толығынан қайтарып жібересіз ішке қарай 4 сантиметр. Міне үстіп арқасын салып алуыңызға болады. Алдын салу үшін енді біз мына жерден 4 сантиметрімізден 1,5 сантиметр қалдырып, арт жағына астына 3 сантиметр қоямыз. Қазір мен сіздерге өлшеп көрсетейін. Мінекей қыздар, менікі 3 емес, 2,5 аппын. Міне почти 3, міне 3 сантиметр. Енді сіздерге осының қалтаны қалай салуын көрсетемін. Қалта боковойдан болады. Әйел балдарының қолдары сыю үшін 13 сантиметр жетеді. Міне 13-ті аламыз, бегіреп аламыз мына жерден. Мінекей, енді осы жерден бұлай қарай шлей көп емес. Мына тігістен аламыз. Тігістен бір 4 сантиметр алсаңыз жетеді. Осы 4-тен бүйтіп сызып шығамыз. Міне. Мінекей. Бұлай қарай айттым, 13 аласыз. Енді мына екеуінің арасы бұл 4 сантиметр болады. Мынаны қосып қоймаңыздар. Бұны мен өшіре салайын. Бұл выточканың 3 сантиметр. Мінекей. Осылай қалта салынады. Бұл қалтаны кесіп аласыздар да өшірге. Қазір қалта түптерін қалай жасайтынын сіздерге көрсетемін. Мінекей, мына жерде 4 сантиметр, мен бұлай қарай 13 сантиметр алдым. Енді біз осыны кесіп сіздерге көрсетемін. Міне осыны біз кесіп аламыз. Міне бұлай кесіп алдым. Енді осы жерге біз қалта түп жасаймыз. Мен қалта түпке осындай 2 мата алдым, 4 бұрыш. Мынағын 21 алдым, мына жағын үлкендеу алдым. Қазір біз керегінше сызып көреміз. Мынаны бұлай шығарып қоямыз да, осы қағазымыздың біреуіне осы жер астына қойып аламыз. Міне бүйтіп сейдіріп қойып аламыз. Міне қыздар қойдым. Қазір мынаны да қойып көреміз. Мінекей, әдеме боп, мынағы да теңесіп тұр. Енді мынаны алып тастап, осы қалта түпке мынаны сызып аламыз бүйтіп. Міне, көрдіңіз, әдеме боп тұр. Қайта қойып көрсетейін. Мінекей, осылай болды. Енді мына жерден бер қарай біз 3 сантиметр аламыз. Міне, 3 немесе 4 алайық. 4 алдым. Міне жерден 4 сантиметр алдым. Қазір төменде қояйын. Мерден 4 сантиметр алдым. Бұлай қарай. 4 алдым. Енді бізге қалта түпті істеу үшін мына жерден сол 2 сантиметр алып, бер қарай тартамыз. Тоже мына жерден 2 сантиметр. Міне, бүйтіп қосамыз. А мына жағын линейкамен қоса салсақ та болады. Оны бұлай қосу керекпіз. Мынаны күлеш тауып асаңыз жақсы, бер қарай міне. Бүйтіп. Кейбіреулер бұны 4 бұрышты қып бүйтіп ала салады. Міне. Мына жағын тиеміз. Мына жерге мұсыр тұрып қалмау үшін соны жұмырлай саған жақсы. Мінекей, осылай әзір мен қырқып көрсетемін сіздерге. Мынағын күлеш тауып алғанымыз, бұл бізге қолымыз свободный тұру үшін. Мына жерде 2 сантиметр алғанымыз, бұл мына жерге тіккен кезде, міне,
тіккен кезімізде мына шоққа ілінбеу керек. Өйткені қалтаның мұсырын аударып шығарып тұру үшін керек. Енді мына тура осылай алды. Осылай екіншісін пішіп аламыз. Бұлар екеу болу керек. Қазір сіздерге оның не үшін керек екенін көрсетемін. Міне. Мінекей осылай алдым. Мына жағында жұмырлап аламын. Міне жұмырлап алдым. Енді мынау бүтін болып тұрады да, енді біз мынаны, өйткені мына астары, мынаны енді мен кесіп аламын. Қайтадан кесіп тастаймын. Бұл қалта түптікі. Мінекей қыздар, көрсеңіздер өте керемет, оңай. Мынаны біз осы жерге бұлай тігеміз. Тігіп бұл аударылады. Мынаны астында қалып кету керек, бұл мынандай болып. Енді мынаусы осы жерге қойып, сіздер тура осылай қылып тігіп шығасыздар. Жерге қоямыз. Мына жер обязательно 4 сантиметр болу керек. Өлшеп істейсіздер. Тігілгеннен кейін бұл 4-тен де үлкен болып қалады. Но ничего. Өйткені тігістен кетеді, нелей кішкентай болып қалады. Мінекей осылай мына жерге қалтасын сасаңыз, қалта түбіміз мына іште міне осылай тұрады. Мінекей осы детальдары. Мінекей сіздерге түсінікті болды деймін. Значит, мына жер 13, бұлай қарай 4. Біз мына қалта түпті істеп бұлай кесіп алдық. Оның үстіне мынаны да салдық, я? Осылай салып, біз тігеміз. Пішуде, моделировать етуде, міне осы. Көрсеңіз, трапециямыз өте кеңдеу, әдемі болып тұрады. Мұқият қарасаңыз, бұл жерде қиын еш нәрсе жоқ. Мінекей қыздар, көріп, түсініп алыңыздар. Бұл сіздерге мен трапеция юбканы көрсеттім, оны моделировать етуді, оның қалталарын қалай пішуін көрсеттім. Енді ремені керек. Мен ремені қойып қойдым, бұлай қарай, мен 4 сантиметр, почти 4 сантиметр алдым, 2 сантиметрден деп. И мына жерін артық алдым түйме тігу үшін. Міне тура осылай қойып, біз бұны белгілеп аламыз. Мына жерден белгілеп аламыз. Бұл бір беті, я? Мына қазір. Бұлай екінші бетін алдық. Міне көрсеңіз мынандай ұзын болды. Бұны 2 қабат қып аласыздар сіздер. Міне қыздар. Міне бұлай алып алдым. Мен артық алдым. Ременді осылай артық аласыздар. Осындай арқа бетіне де аласыздар. И алдыңғы бетіне де аласыздар. Мұна кеңдігін өздеріңіз білесіздер. Мен 2 сантиметр алдым. Так сіздер 6 сантиметр алуларыңызға да болады. Оны осылай тігіп аласыздар. Үстіне ремен таққыларыңыз келсе, оны да ұзындау қылып пішесіздер. Тура ремен сияқты. Ол үшін ұзындау аласыздар оны, я? Мінекей ременімізде осы. Мына жерлер тігілет, бір-біріне айқасып түйме қадалуға керек. Мына осылай қояйын. Түсінікті болды деп өзім ойлаймын. Мінекей мұқият қарап көріңіздер, пішіңіздер. Түсінбеген жеріңізді сұрап отыруларыңызға болады. Бұл онлайн сабағымда бар. Бәрін сіздерге анық-анығын әдемелеп түсіндіріп отырамын. Онлайн сабағым бар болғаны
пішу сабағы 10 000 теңге, бір-ақ рет төлейсіз, жыл бойына сақталынады. Мен сіздерге жыл бойына байланыста отырып үйрететін боламын. Бұдан да басқа пішіп тігу курсы бар онлайн, ол 15 000 теңге. Ол да солай, бір-ақ рет төлейсіз, жыл бойына сақталынады. Сіздермен байланыста отырып үйретіп отырамын. 15 000-дықта 4 салада қаражат табуға болады: лекал сату, киім тігіп сату и офлайн сабақ. Онлайн сабақты қалай түсіру керек, осылай соны үйретемін. Пішу 10 000-дық сабақта пішу, моделировать ету и жаңағы лекал сатуды үйретемін. Көбісі лекалды интернеттен алады, оны апарып компьютердан шығарады, HCDге оны құрап қосады. Ол дұрыс қосыла ма, қосылмай ма, бір жерлерін артық кем қояды да шатасып түсінбей қалады. Ең жақсы өзіңіз сызып, барлық деталдарын бәрін тура сол размерге істейтін болсаңыздар, оны кез келген тігіншілер сатып алатын болады. Лекалды көп адам сұрайды. Мінекей, ұнаса комментарияға жазыңыздар, қандай сабақ сіздерге түсіріп көрсеткенді жақсы көресіздер. Сіздердің сол сұрауларыңыз бойынша мен сіздерге видео сабақ түсіріп үйретіп отыратын боламын. Келесі видео сабағымда кездескенше сау болыңыздар.